Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Бұл кең дүниеде өмір өз ырғағымен өтіп жатқан екен. Ақ жайықтың жағасында тіршілік тоқтамай, күн мен түн алма кезек ауысуда. Бұл әлемде әр нәрсенің өз уақыты, өз сыры, өз мәні бар еді. Ақ жайықтың жағасында еліне елеулі бір дана ана өмір сүріпті. Сол анадан 4 қыз тараған екен. Ай десе аузы, күн десе көзі жарқыраған сұлу қыздары болыпты. Анасы оларды жақсы тәрбиелепті. Әр қайсысы өз мінезімен, өз болмысымен ерекшеленіп өсіпті. Үлкен қызы Көктем еді. Мінезі нәзік, жүрегі мейірімге толы еді. Қолы жеңіл, жаны таза, қай жерде жүрсе де айналасына шуақ шашатын. Сондықтан да көктем жүрген жер көктеп, өмір қайтадан жаңғырып отырған екен. Екінші қызы Жаз еді. Жарқырап жүретін, жүрген жерін нұрға бөлейтін екен. Еңбек сүйгіш, жайдарлы мінезді, күндей шуақ шашып жүретін қыз болып өсіпті. Сондықтан да жаз мезгілі қуаныш пен молшылықтың белгісіне айналған екен. Үшінші қызы Күз еді. Мінезі сабырлы, көңілі сезімге толы қыз еді. Көңілі кейде жаңбырлы болғанымен, қолы ашық, жүрегі жомарт қыз. Сондықтан да күз мезгілі береке мен молшылықтың мезгілі атанған екен. Ең кіші қызы Қыс еді. Салқын мінезді, сабырлы, қаталдау болыпты. Қатал көрінгенімен үй ішіне жылу, тіршілікке тәртіп әкелетін еді. Сондықтан да қыс мезгілі тазалық пен төзімнің белгісі болыпты. Бірі тазалыққа, бірі еңбекке, бірі тәртіпке, бірі жылулыққа жауапты болыпты. Күн сайын 4 қызы аналарының қасында жүріп, үй шаруасымен бірге айналысатын. Солайша 4 мінез, 4 түрлі болмыс бір шаңырақтың берекесіне айналыпты. Уақыт өзен секілді, тоқтамай ағып, бәрін өзімен бірге алып өтеді екен. Әр мезгіл келіп, өзіне тиесілі ізін қалдырып кетіп отырады екен. Жылдар өтіп, әр адамның өз тағдырына жететін шағы да келіп жетіпті. Алдымен көктем өз жүрегінің үнін тыңдап, жаңа өмірге қадам басыпты. Жазда қуанышын ала кетіп, нұрлы жолға батыл аттаныпты. Күз жүрегіндегі алғыс пен берекесін арқалап, өз жолын таңдапты. Қыс артық сөзсіз, бірақ нық сеніммен өз тағдырына бет алған екен. Қыздары 4 тарапқа кеткенімен, ананың жүрегінде олар мәңгі бірге қалыпты. Көктем бақытты ғұмыр кешіпті. Үйі берекеге, көңілі шаттыққа толы екен. Оның 3 бірдей баласы болыпты. Наурыз, сәуір, мамыр. Күнделікті тіршіліктің өзінен бақыт таба білетін ана болыпты. Көктемнің өмірі жаңару мен мейірімге, жақсы сәттерге толы еді. Жаздың үйі күн нұрындай жарқын екен. Күлкі мен қуанышқа толы болыпты. Балалармен бірге жаз табиғаттың әр сәтіне қуануды, шаттануды үйреніпті.
жаздың 3 баласы болыпты. Маусым, шілде, тамыз. Жаздың күндері еңбекпен, ал кештері мейіріммен өтетін еді. Солайша жаздың өмірі жылулық пен қуанышқа толы болыпты. Күздің 3 баласы болыпты. Қыркүйек, қазан, қараша. Жаңбырлы күндерде күз балалармен ерекше уақыт өткізетін. Олардың әр сәті жылулыққа толы болатын. Күздің өмірі сабыр мен терең сезімге толы. Қыстың да 3 жылы болыпты. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс қатал көрінгенімен балаларына қуаныш пен беріктік сыйлайтын. Солайша қыс суықтың ішінде жылу мен бірлікті сақтаған екен. Қазақ халқы үшін көктем жаңару мен жаңа бастаманың белгісі болған екен. Ал жаз еңбек пен бірліктің, молшылық пен қуаныштың мезгілі саналған. Күз шүкіршілік пен берекенің, еңбектің жемісін көретін уақыт болған. Ал қыс тыныштық пен төзімділіктің, рухтың беріктігін еске салатын мезгіл екен. Көктем жыл сайын анасының үйіне келіп, бірге уақыт өткізіп кетеді екен. Жаз да анасына келіп, күндің нұрындай қуаныш әкеледі екен. Күз шүкірлік пен сабырын алып, анасының шаңырағына шуағын шашып, жиі келіп тұрады екен. Қыс та үнсіз ғана келіп, жылу табады екен. Солайша 4 мезгіл бір шаңырақтың астында жиі қауышып тұратын болыпты. Егер ертегі сендерге ұнаған болса, біздің парақшамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар, достар. Біз сендерді жақсы көреміз, кішкентай достар. Келесі ертегілерде тағы да кездескенше. Өмір 4 мезгілдей алмасып тұратын шексіз шеңбер. Міне ертегіміз де осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.